Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қаладан келеміз. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Өріс, жайлау, қуаттандыру. Жаңа сөз үйренейік. Өріс, қуаттандыру, маңдайынан иіскеу. Есте сақтайық. Қайдан, кімнен, неден деген сұрақтар болған кезде, егер сөздің соңғы дыбысы м, н, ың дыбыстарына аяқталатын болса, наннен жалғаулар жалғанады. Мысалы, анамнан, көкемнен. С соңғы дыбыстары болатын болса, нан, нен жалғаулар жалғанады. Қаласы нан, інісі нен. Егер сөздің соңғы дыбысы а, е, ы, ю, я, ж, з, и, қысқа и, л, р, у дыбыстарына аяқталған болса, онда дан, ден жалғаулары жалғанады. Мысалы, қаладан, төбеден. Егер сөздің соңғы дыбысы б, в, г, д, к, қ, п, с, т, р, ф, х, ш, ш, ша әріптеріне дыбыстарына аяқталатын болса, тан, тен жалғаулар жалғанады. Мысалы, алыстан, өрістен. Сұраққа жауап бер. Екінші тапсырма, 79-ші бет. Қайдан келесің? Көл. Көп нүктенің орнына қосымшалар жалғап жазамыз. Алыс, өзен, ойын, әкемнің жұмысы, Шымкент, жақын, жайлау, өріс, ауыл. Жазылым тапсырмасына байланысты дескрипторға назар аударайық. Сұраққа жауап береді 1 балл, сөздерге жалғау жалғайды 2 балл, жалғауды белгілейді 1 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Мәдени мұра 33-ші сабақ. Қаладан келеміз. 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, толықтыр. Сөздерге тиісті қосымшаны жалғап қолдан. Кемел мен Нұрәлі үйден ерте шықты. Олар жерден баяу көтерілді. Керемет! Деді Кемел. Жоғарыдан бәрі көрінеді. Балалар жолшыбай өзеннен балық аулады. Ол жерден жанар көлікке отырды. Біраз ұшқан соң олар өріске жетті. Балалар өрістен қой алды. Ол жерден жихан көлікке отырды. Жолшыбай балалар ауылдан көлікті қуаттандырды. Балалар бірге жайлауға келді. Киіз үйден Нұрәлі мен Кемелдің әжесі шықты. Қош келдіңдер, балаларым, деп барлығын маңдайынан иіскеп, құшағына қысты. Мәтінді тыңдай отырып, қажетті сөздерді тиісінше қойып жазамыз. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтінді тыңдайды, түсінеді 1 балл. Сөйлемдерді көшіріп жазады 1 балл. Қажетті сөздермен толықтырады 2 балл. Тиісті жалғауларды жалғайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.